Мешіннің жаралуы. Нұх пайғамбар кеме жасап жатқанда бір қылжақбас күнде оны мазақ етіпті. Оның құйтырқы сөздеріне Нұх шыдай алмай, кейде жылап жібереді екен. Қылжақбас: «Мына жындының ісін қараңдар, су жоқ жерге кеме жасап жатыр. Кемеге барлық жануарды жинамақшы. Кемеде қасқыр мен қой, түлкі мен тауық қайтып бірге тұрады», деп әжуалайтын болыпты. Бір күні апат басталып, барлық жануар Алланың әмірімен кемеге мінеді. Кеменің есігі жабылар сәтте Жәбірейіл періште бір мақұлықты сүйреп әкеліп: «Әй Нұх, мынау сені әжуалап талай рет жылатқан қылжақбас, момынды мазақтаған Құдаймен ойнағанмен бірдей. Сені нала қылғаны үшін Алла оны маймылға айналдырды. Оны ала кет. Топан судан қалай аман қалатыныңа куәгер болсын», дейді. Қылжақбас адам маймылға айналып, хайуандардың қарасын көбейтеді. Содан бері өзі де елдің мазағына ұшырап келеді екен.